Assalamu alaikum, құрметті ардагерлер. Бүгінгі кездесу жиынымызға қош келдіңіздер. Осы жылы алқа мәжілісінде Ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты Саденов Ержан Сапарбекұлының төрағалығымен кеңес отырысында едәуір беделді және кәсіби дайындалған қызметкерлерді, ішкі істер органдарының ардагерлерін тарта отырып, тәлімгерлер кеңесінің жұмысын жандандыру жөнінде тапсырма берді. Бүгінгі жас мамандар тәлімгерлік жасап, өздеріңіздің іс тәжірибелеріңізбен бөлісіп, жаңа форматта полиция бейнесін қалыптастыруға үлестеріңізді қосып жүрсіздер. Өңірімізде өткізіліп жатқан көптеген мәдени шараларда белсене қатысып келесіздер. Ардагерлер ұйымының өткен жылы атқарған қызметіне алғыс білдіре отырып, алдағы уақытта үлкен жетістіктер тілеймін. Сіздердің қолдауыңызбен полиция жұмысының әрі қарай жандана беретініне сенім білдіремін.